Сәлем достар. Бүгін біз сырне дайындаймыз. Оған бізге қойдың жас еті керек. Және біз оған тұз, бұрыш, паприка салып, араластырып, 20 минутқа маринадтап қоямыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Осыны қойып қоямыз 20 минутқа. Біз құйрық майды осылай жұқа етіп турап аламыз. Осылай жұқа етіп тураймыз. Оны қазанымыздың астына бір қатар етіп салып шығамыз. Осы майымыздың үстіне еттерімізді салып шығамыз. Оның үстіне жуамызды салып шығамыз, әдемі етіп. Қызып тұрған пешке қоямыз 10 минутқа, одан соң 10 минуттан соң жақсылап араластырып, оны 1,5 сағатқа жай отта пісіріп аламыз. Қақпағын жабамыз. Біз енді қамыр илейтін боламыз. Бір жұмыртқамыздың үстіне азғантай тұз салып, оны жақсылап араластырамыз. Осының үстіне біз жылы су құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне тұз, ұн салып, мантыға қамыр қалай илейміз, солай илеп аламыз, жақсылап, үйін қандырып. Енді 10 минутқа демалдырып қоямыз. Біз осылай көкөністерімізді тұз, бұрыш, сұйық май салып, жақсылап араластырып, духовкамызға саламыз. Гүл мантамызға біз асқабақ, укроп, жуа салып, тұз, бұрышын салып, араластырамыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды ұзыншақ етіп кесіп алып, ішіне салмамыз салып, осылай гүл жасаймыз, әдемілеп, роза гүл болады. Осылай біз манталаркеге саламыз. Бізден пештен шығардық, көкөністеріміз дайын болды. Осылай әдемі болып қызарып, пісіп шықты. Осылай біздің етіміз де 1,5 сағатта дайын болды. Міне осылай әдемі болып, суы шығып, майы шығып, жақсылап пісіп шықты. Осыны біз сүзіп аламыз. Біздің жаңаға қызарып піскен духовкадағы көкөністерімізді майлы сорпамызға майын сіңдіріп, осылай бір-бірден салып, бұлғалап, осыны біз енді сүзіп аламыз. Осылай ыдысымызға бірінші картоптарымызды саламыз, әдемі етіп. Оның үстіне қозымыздың етін саламыз. Бізге негізі бәрін бір қазанға да салуға болады. Бірақ біз әдемі болып пісу үшін осылай бөлек-бөлек пісіріп алдық. Гүл мантамызды үстіне безендіріп, әдемі етіп, осылай салып шығамыз. Бізде осындай дәмді, әрі тез. Осы біздің дәмді тағамымызға 1,5 сағат уақытымыз кетті. Осылай жанұямызды қуантып, осы тағамды әзірлеуге кеңес беремін достар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңыздар.